Топ 5 ертегі фильмдер. Неліктен ертегі фильмдер? Өйткені бұл фильмдер әртүрлі елдердің ертегілер негізінде түсірілген. 5-ші орында Аладдин фильмі. Диснейдің ең жарқын әрі ең көңілді туындысы. Шығыс колориті мен джинның әзілдері үшін қайта-қайта көруге тұрарлық. 4-ші орында Малефисента фильмі. Зұлым кейіпкердің тағдырына басқа қырынан қарау. Анджелина Джолидің эстетикасы мен ондағы сиқырлы орман жай ғана шедевр. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. 3-ші орында Эспен в поисках золотого замка фильмі. Нағыз скандинавиялық приключение. Табиғаты мен мификалық мақұлықтары сізді басқа ғаламға алып кетеді. 2-ші орында Братья Грим фильмі. Мұнда ертегілер әлемі сәл қараңғы әрі мистикалық. Хит Леджер мен Мэтт Деймонның қатысуы фильмнің деңгейін 2 есеге арттырған. Осы және басқа да фильмдерді қазақ тілінде көргің келсе, менің телеграм каналыма тіркеліп кет, сілтеме профильде тұр. Ал 1-ші орындағы фильм бұл жай ғана ертегі емес, бұл нағыз психологиялық шедевр. Сюжет бойынша кішкентай қыз соғыстың сұмдығынан қашып, жер асты патшалығынан тап болады. Бірақ ол жақтағы сынақтар шынайы өмірден де қауіпті. Бұл фильм әлемдік кино тарихындағы ең терең әрі ең әсерлі туынды. Фильмнің аты Лабиринт Фавна. Егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Ал сен тағы қандай фильмді тізімге қосар едің? Комментарийға жаза кет.